Сәлеметсіздер ме курсқа қатысушылар? Microsoft Excel негіздері курсының 8-ші сабағы Microsoft Excel'дегі есеп шығару деп аталады. Бүгінгі өтетін ең негізгі қызықты тақырыптардың бірінде біз мәліметтерді енгізу арқылы есеп шығару, ұяшықтар мекен-жайын белгілеу арқылы есептеу, функция шебері командасы, сумма командалары және кестеге енгізілген мәліметтің пайызын есептеу сияқты бірнеше мәліметтермен, ақпаратпен танысатын боламыз. Ендеше отбасылық бюджет құжатымызды аштық. Осы құжат арқылы есептеуді бастаймыз. Ең алдымен Microsoft Excel бағдарламасында есеп шығару үшін ұяшықты белгілеген соң теңдік белгісін орнату керек. Бұл белгі біздің есеп шығарайын деп жатқандығымызды білдіреді. Және өзімізге керекті сандарға амалдар қолдану арқылы біз керекті нәтижені аламыз. Осылай теріп болғаннан кейін Enter пернесін бассақ, бізге автоматты түрде амалдарды орындап береді. Дәл сол секілді шығыстарды да жасап көрелік. 1000 қосылған 3000 қосылған 4000 4500 5000 1000 5000 және 35 77500 шығын шықты. Міне осылайша бірінші әдісі ол сандарды енгізу арқылы есептеу осылай жүзеге асады. Енді басқа әдісті қарастырып көрелік. Ол ұяшықты белгілеу арқылы есеп шығару. Бұл кезде де ұяшықты белгілеген соң теңдік белгісін қоямыз. Одан кейін ұяшықтар адресін пайдаланамыз. Мысалы, кірістер қорытындысына еңбек ақының мөлшерін алуымыз үшін біз оны сандық форматта өзіміз теріп отырмай, дайын тұрған ұяшықты пайдаланамыз. Мысалы, еңбек ақының мөлшері керек болса, оның сандық көрсеткіші көрсетілген ұяшықтың үстін бір рет шертеміз. Бізде мына жерден көрініп тұрғандай E5, яғни мына ұяшықтың адресі көрсетіліп тұр, және одан кейін өзіміз қосу белгісін қоямыз да келесі ұяшықты басамыз. Міне E6 ұяшығы белгіленіп тұр. Плюс пәтерден табыс E7. Сонымен қатар бұл адрестер әртүрлі түспен боялып тұр, байқасаңыздар. E5 ол міне бірінші ұяшықтың мәліметі, екінші ұяшықтың мәліметі жасыл түспен белгіленіп тұр, үшіншісі қызғылт түспен боялып тұр. Осылай тергеннен кейін Enter пернесін бассақ, бізге дәл жаңағы көрсеткішті шығарып береді. Бұл да бір өте ыңғайлы әдістердің бірі болып табылады. Сонымен қатар, қосу амалымен жұмыс жасалынатын операциялардың барлығына сумма функциясын қолдануға болады. Бұл функцияны қолдану үшін біз редактирование немесе редакциялау тобындағы сумма батырмасын басамыз. Міне көріп тұрғандай, автоматты түрде команда жүзеге асқалы отыр. Яғни бұл жерде шығыстар көрсеткішін маған белгілеп қойған. Маған ол керек емес. Яғни оның орнына мен кірістер көрсеткіштерін белгілеймін. Міне көріп тұрғанымыздай E5 ұяшықтан E7 ұяшықтағы аралықты белгілеп тұр.
осыны осылай белгілейміз және Enter бернесін бассақ, дәл сол көрсеткіш аумай шығады. Сонымен қатар басқа да күрделі есептеулер қолдану үшін, басқа күрделі функциялармен жұмыс жасау үшін бізде Excel бағдарламасында арнайы функциялар жиынтығы, яғни функциялар мастері жұмыс жасайды. Оны мына батырма арқылы орнатып алуға болады. Міне көріп отырғаныңыздай, бұл жерде 10 жиі қолданылатын функциялардың жиынтығы тұр. Бұл функциялардың мағынасын интернеттен қарап алуымызға болады, немесе мына жерде тұрған анықтамадан көруімізге болады. Және тағы бір айта кететін ақпарат, бұл санның пайызын есептеу. Оны қалай есептеу керек деген сұраққа жауап бере кетсем, ол өте оңай. Ол үшін біз айтып өткендей, бірінші ұяшықты белгілеп, одан кейін теңдік белгісін қоямыз және өзімізге керекті сандық мәліметті тереміз де көбейтуді қойып 10% деп жазып Enter пернесін бассақ, бізге 10%-ін шығарып береді. Немесе дәл осы санды қайта есептеу керек болса, теңдік белгісін қойып сандық мәліметті енгізіп 0,1 деп қойсақта болады. Бұл кезде де автоматты түрде 10%-ін есептеу керек екендігі білінеді және нәтижесін шығарып береді. Осылайша бүгінгі сабақ аяқталды. Үйге тапсырма ретінде кірістер, шығыстар қорытындысын және балансты есептеңіздер. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.